Быйылгы жылдың алгачкы айында Казакстан 10 миллиард АКШ доллары көлеминде инвестиция тартты. Геосаясий тураксыздыкка карамастан көрсөткүч жогору, алайда салада накты стратегияны кажет этетін маселелер бар. Бүгүн соларды бирге таркатабыз. Улуттук банктын дерегине сүйенсек, эң көп каржы куйган элдер катарында Нидерланды, Швейцария, Ресей, Кытай және Бириккен Араб Әмірлігі бар. Нидерланды каржылык хаб ретинде алдыңғы орында. Бул жерде көрсөтүлгөн инвестициялар трансулуттук компаниялардын енчиси. Соңғы 3 жылда Чыгыш және Араб капиталы менен сериктестикте күчөйдү. Кытай Транскаспий дализин дамытууга мүдделүү. Катар банк сектору менен цифрландырууга инвестиция салды. Ал ресейлик бизнестин Казакстанга көчүүү жаңа өндүрүс, сервистик компаниялардын ачылуу менен түшүндүрүлөт. Салалар боюнча инвестициялык агымдын курулуму ар түрлүү. Өңдөө өнеркәсибине 2 миллиард доллар инвестиция салынды. Бул экономиканы ар тараптандырууга багытталган капитал. Көтерме және бөлшек саудага да дәл осындай каржы куюлду. Ол өз кезегинде ички сураныс өсүмүн көбөйтөдү. Каржы саласына 1,5 миллиард тартылган. Ол финтех жобаларын дамытууга жумсалды. Ал курулуш тек 157 миллион доллар инвестицияга ээ. Бул тургун үй нарыгынын бәсеңдеуүн билдирет. Осыған байланысты мемлекет башчысы өңдөө саласына каржы тартууду күчөйтүп, инвестиция саясатын жаңартууду тапсырган болатын. Орта және шағын инвесторлармен де тығыз жұмыс істеу керек. Каражаттың кай багытка, кандай максатпен жумсалатынын накты билүү кажет. Инвестицияга тапсырыс өндүрүстүн суранысына сай жасалуу тийиз. Үкмет пен Сенаттың соңғы талкуулауларынан кийин алдагы 3 жылга арналган багдар айкындалды. Республикалык бюджет пен трансферттер тууралуу заң элдин экономикалык багытын калыптастырып отур. Жаңа инвестициялык саясаттын элементтерин улуттук платформаны куруу, 25 жылдык заңнамалык турактуулукту камтамасыз этетін келисимдер, сондай-ак Бәйтерек холдингин 1 триллион теңгеге капиталдандыруу бастамалары курайды. Бул экономикадагы кешенди шаралар. Экономист Айбар Олжаевдин пикиринче, Казакстан осы аркылуу турактуулукка кол жеткизе алады. Өңдөө өнеркәсибинин экинчи циклына аяк баскалы турмуз. Баягыдай шикизат эмес, терең өңдөө, химия, агро өнеркәсип пен машина жасау мультипликативдик эффектини көбүрөөк беретинин түшүндүк. Инвестициялык заңдарыбыз дамыган, сондуктан инвесторлор бизден качпайт. Каржы сарапчысы Казакстандын халыкаралык рейтингдеги позициясынын жаксаруу да маңызды фактор экенин атап өттү. Институционалдык реформалар, катаң фискалдык эрежелер бюджет тапшылыгын азайтып, мемлекеттик карыз деңгейин турактандырады. Экономиканы ар тараптандыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан жумуштар инвесторлорго үлкөн сигнал. Сырткы иштер министрлигинин инвестициялар боюнча комитетинин төрагасы Габидулла Оспанкулов да муну менен келишет. Шикизаттык салага караганда өңдөө саласы 16%дан 26%га жетти. Машина жасау жолга коюлуп жатыр. Маселен, Солтүстүк Казакстанда Германиянын Глас компаниясы ауыл шаруашылык техникасын чыгара баштады. Саранда коомдук көлүк пен шиналар жасалып жатыр. Турмуштук техника да бар. Айтуунча, ауыл шаруашылыгы саласында да жагдай туракты. Маселен, кытайлык компаниялар бидайды, жүгөрүнү терең өңдейтин завод курулуусун баштап кетти. Оспанкулов инвесторлордун элди таңдаудагы негизги критерийлерине токтолду. Әр инвестор логистикага мән берет. Өйткөнү чыгарган товары үлкөн нарыкка тез жетүүгө керек. Осы тургуда Казакстандын орналашкан жери отумду. 9 жолдун торабында турмуз. 13 дәлиз өтөдү. Сонун эң ириси Транскаспий орта дәлизи. Комитет төрагасы жасыл экономикага катысты инвестицияларды да таркатты. Мунун сөзүнчө, 2060 жылга карай Казакстан көмүртексиз экономикага көчүүдү көздөйдү. Бул максатта 610 миллиард доллар көлеминде инвестиция тартуу жоспарланган. Президент жасыл экономикага каржы тартуу боюнча катаң талап коюп отур. Бул орайда экономист Бауыржан Ысқақов Казакстандын инвестициялык әлеуети жогору, алайда оны толук пайдалана алмай отурганыбызга назар аударады. Bir қатар кемшіліктер бар. Мәселен, әкімшілік рәсімдердің ұзақтығы, бюрократия, сот жүйесіне сенімнің төмендігі және жобаларды іске асырудағы баяулық бәсекелестердің алға шығуына мүмкіндік береді. Экономист өңірлердің жауапкершілігін күшейту қажет деп есептейді. Себебі инвестициялық жобаларды сүйемелдейтін кәсіби команданың жоқтығы әкімдердің мотивациясын төмендетіп отыр. Кейде олар инвестиция тартса да жобаның іске асу тәуекелі үшін жауапкершілік алмайды. Мәселені мемлекет башчысы жолдауда көтерген болатын. Президент үкімет жанындағы инвестиция штабына ауқымды құзырет беріп, жобаларды жүзеге асыру қарқынын күшейту керегін айтты.
Экономикаға салынған тікелей инвестиция көлемін азайтып алмау үшін осы бағыттағы жұмысты күшейту керек. Кейбір әкімдер мен министрлер инвестор тарту ісіне жөнді атсалыспайды. Үкімет бұл шараны ретке келтіруге тиіс. Байқағанымызда индустриялық жобалардың әлеуеті жоғары, бірақ олардың нәтижеге жетуі инвестициялық климаттың сапасына, жобаларды сүйемелдеудің тиімділігіне және өңірлердегі жауапкершілікке тікелей байланысты болып отыр. Ең бастысы айтылған сөз жерде қалмаса, реформалар тиімді жүзеге асса, экономикалық өсім де артпақ.